Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Арай. Бүгін ірімшікті құймақтар әзірлейміз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге әзірлеңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: алдын ала үккіштен өткізілген ірімшік, електен өткізілген ұн, тұз, қант, ас көк, жұмыртқа, су, сарымсақтың 2 тісі және пісірер алдында сұйық май шамалы. Алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант саламыз. Миксердің орташа жылдамдығымен араластырамыз. Енді жылы суымызды құямыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға көпсіткішімізді қосып қойдым. Екеуін біріктіріп саламыз. Енді үккіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Сарымсағымызды қосамыз. Ас көгімізді саламыз. Миксердің баяу жылдамдығында араластырамыз. Табамызға шамалы май құйып, осылай ожаумен саламыз, жайып саламыз. Жұқа болып пісіп түсуі қажет. Қызғаннан кейін аударамыз. Міне достар, біздің ірімшікті құймақтарымыз дайын. Нәзік, жұмсақ болып шығады.
иісі өте тамаша. Аскөк пен сарымсақ қосылғаннан кейін барлықтарыңызға ас болсын.